спорт клубын ашып, соны басқарып жатқан жайымыз бар. Мен ұзақ сөйлемей-ақ қояйын, уақыттарыңызды алмайын. Жаңа барлығын көрдіңіздер. Мен осы спортты басқара жүріп, жарты ставкіде сынау олимпиадаға дейін балдар тәрбиелеп шығардым. Менің 20-25-ке жуық шәкірт балдарым әлем чемпионатын, Европа чемпионатын, Азия чемпионатын, Гран-при, мынау қазақ күресінен Евразия барысы, осындай ірі жауапты жарыстардың бәрінде чемпион, жүлдегер дайындадым. Мінекей сол шәкірт балдардың арқасында қазақ елінің көк байрағын, әнұранын сонау әлемдік аренада 20 рет көтеріп, 20 рет әнұранын ойнаттым. Яғни қазақ деген ат түбелінде азғандай халықпыз. Сол қазақ елінде бір тамшы болса да еңбегімді сіңірдім. Сол үшін өзімді бақытты деп санаймын. Ал енді мынау елеусіз жүрген азғантай халық болғаннан кейін әлемдік аренада сонау 110 мың халық жиналатұғын сондай ареналарда қазақ халқының кім екенін, қазақтың тектілігін, мақтылығын сондай жерде дәлелдеген шәкірттерім есіме түскеннен кішкентай толып тұрған жайым бар. Құдайға мыңда бір шүкір, әкімдерге, мынау ел басшыларына бәріне мен ризамын. Себебі еңбегімді бағалады, тиісті дәрежеде адал атақтарын бәрін берді. Бұл арман менің мыңдаған шәкірттерімнің бірегейі. Мінекей сол әлемдік аренада жүрген шәкірттерімнің басым көпшілігі, біреуі Алматы қаласының спортын басқарып жатыр. Біреуі мынау центральный олимпийский подготовка дейді Астанада. Мынау олимпиада ізбасарларын даярлайтын орталық, соны басқарып жатыр. Ұлттық спорттарды басқарып жатыр. Олимпиада ізбасарларын даярлайтын мектептерді басқарып жатыр. Мынау дәрігерлік салада, спорт саласында, басқа да көптеген салаларда барлығы қазақ халқына адал еңбек етіп жатқан жайлары бар. Мен кішкене бір айта кететін мәселе, мынау арман кішкентайынан 11 жылдан мен қолымда тәрбиеленіп, спорттың барлық түрінен мен 7-8 түрінен шығардым. Мынау қазір тілшілер біз жөнінде көп жазады. Әсіресе мынау жоғары жақта тілшілер біз жөнінде көп жазады. Соның бірі Серқали Жексенбаев деген бауырымыз қазір Оңтүстік Қазақстан газетінің бөлім меңгерушісі болып істейді. Біз жөнінде өте терең білетін жігіттердің біреуі осылар. Енді міне жерде қазір әскери самбо деп жазып қойған. Бұл үлкен қателік. Әскери деген ол әскери адамдар қатысатын жарыстарды айтады. Арманның ұтып атқаны жауынгерлік самбо. Жауынгерлік самбоға бәрі қатысады. Оны 3 дүркін ұтты. Одан кейін аралас жекпе-жек дейді. Оны 8 дүркін ұтып алды. Одан кейін jiu-jitsu. Оны 2 дүркін ұтып алды. Арасында қоян қолтық жекпе-жек деген болады. Мынау жаңағы үлкен ареналарда секіріп, саттау жасап жүргеннің барлығын осы жергілікті халықтар біледі. Кішкентайынан сол гимнастикадан тәрбиелеп, мынау өзімізде парад өтшеді ғой баяда. Асфальтта соларды осы арман жасап жүретін. Енді мінекей арманында жас 29-ға еп қалды. Бүгінгі күнге дейін қоян қолтық біргеміз, кетіп атса да, келіп атса да, келіп, ақыл кеңес алып, алда не істеу керек,
қалай жаттығу керек? Қазір енді бұның бұяқта жағдай жаттықтыру жасайтындай жағдай жоқ. Сондықтан көбінесе Америкаға барып, 2 ай, 3 ай сояқта жаттырып жатқан жайы бар. Арманның бір жақсы қасиеті, бұл өте қазақы, өте мейірімді, ата-анаға, ұстаздарға, кішілерге деген ізеттілігі өте басым. Еш уақытта туған жерін, елін, халқын, қазақ халқын, ұстаздарын еш уақытта ұмытпайды. Өте қарапайым жақсы жігіт.